Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді болып шығатын шақ палау дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі деген ерекше болып шығады. Менің арнамда осындай түрлі рецепттер табасыздар. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Ең алдымен дайындау үшін біз орташа отта қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап тұрып қуырып аламыз. Екі жақ барлығы қуырғанша жақсылап қуырып аласыздар. Кейін қуырып алған етімізге пиязымызды салып, тағы да 2-3 минут қуырып аласыздар орташа отта. Кейін қуырып алғаннан кейін суын құйып, қайнағаннан кейін астын басып 1 сағатқа пісіруге қойып қоясыздар. Әбден пісіп алғаннан кейін 1 сағаттан кейін дәмдеуіштерін саласыздар. Менде бұл жерде тұз, бұрыш, куркума, зира және де кішкене ғана паприка қостым. Жақсылап араластырып аласыздар. Барбарис қоссаңыздар да болады. Араластырып сәбізімізді саламыз да бетін жауып тағы да 10 минутқа пісіруге қойып қоясыздар. Кейін 10 минуттан кейін біз күрішімізді саламыз, яғни әбден жақсылап 2-3 қайтара жуып аласыздар да күріштеріңізді салып, бетінен кішкене ғана асырып, қатты асырмай, кішкене асырып су құйып, бетін жауып тағы да 10 минутқа пісіресіз, яғни барлық суы тартылғанша пісіріп аласыздар. Палауымыз дайын болғанша қамырын дайындасақ, қамырымызға тұзымызды, сұйық майымызды және де суымызды қосып, бір келкі жабыспайтын қамыр пайда болғанша илеп аламыз. Кейін осы дайын болған қамырымызды жұп-жұқа, яғни лаваш секілді етіп жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Жайған қамырымызды формамызға салып, жаңағы піскен палауымызды саламыз, барлығын салып шығамыз да, бетін жан-жағын жаңағы қамырдың жайылып жатқан қамырмен жауып шығасыздар. Форманың бетімен бірдей қылып, және де духовкада 180 градуста 20-30 минут, яғни қамыры піскенше пісіріп аласыздар. Міне осындай керемет палауымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.